21-ші сұрақ. Теңдеу түбірлерінің көбейтіндісін табыңыз. Мына жақта бізге модульді теңдеу берілген. Алдымен оны көшіремін. 4х азайту 1, ол барлығы модульдің ішінде, қосылған 5 тең болу керек 12-ге. Алдымен мына жақта модульдің мәнін табу керекпіз. Сонда модульді тағы бір рет көшіреміз. 4х азайту 1 модульдің ішінде. Модуль жабылады, тең дейміз. Егер мына жерде 5 қосылса, оған 12 шықса, ол дегеніміз 12-ден 5-ті азайту керек бізде шығады 7. Сонда модульдің мәні бізде 7-ге тең болыпты. Әрі қарай не жасаймыз? Модуль бізде әрқашан 10 сан. Бірақ модульдің ішінде 10 санда теріс санда шығу мүмкін. Ол дегеніміз -7 болса, ішінде 7 бәрібір шығады. Модулдің ішінде 7 болып шықса, ол да 7 шығады. Сондықтан біз x-ті білмегендіктен осы теңдеудің екі жауабы болады. Қараңыз. Бірінші 4х азайтылған 1. Ол модульдің ішіндегі мәні. Сонда мына осы мән. Ол -7-ге тең дейміз. Ол дегеніміз 4х - 1 -7-ге тең. Өйткені бәрібір мәні 7-ге тең осы жерде. Және осы теңдеуді шығарасыңдар. 4х тең. Мына жердегі -7 қосу 1. Өйткені мына жерде азайтылса, мына жақта ол қосылады. 4х-тің мәні тең, мына жерде -6. Х-тің мәні тең, -6-ны 4-ке бөлеміз, -1,5. Ол х1. х1 бізде тең -1,5-ге. Екінші, дәл сол модуль 4х азайтылған 1. Модульдің ішінде 7-ге тең болса, ол бізде бәрібір 7. Сонда осы модульдің ішіндегі мәні 4х азайтылған 1 тең дейміз 7-ге. 4х тең, сонда -1 басқа жаққа апарамыз. 7-ге оны қосу керекпіз. Сонда 4х-тің мәні тең болады 8-ге. Х-тің мәні сонда шығады. Мына жерде екі сан бір-біріне көбейтілсе, мына олардың көбейтіндісі болса, 8-ді 4-ке бөлемізді. Мына жақта 8-ді 4-ке бөлгенде шығады 2. Х-тің екінші мәні тең болды 2-ге. Енді бірінші мәні -1,5, екінші мәні 2. Сұрағында мына жақта түбірлердің көбейтіндісін тап дейді бізге. Сол үшін түбірлердің көбейтіндісін табу үшін екі түбірді бір-біріне көбейтеміз. -1,5 көбейту 2. Жауабында шығады -3. Сонда осы жауаптардың ішінен С жауабы дұрыс.